Сәлеметсіңдер ме балалар? Сауат ашу сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы табиғатқа саяхат, ә дыбысы мен әрпі. Бұл сабақта сен мәтіннің негізгі ойын анықтайсың, сөйлем жазуда бас әріп пен тыныс белгілерін дұрыс қолданасың. Балалар, біз өткен сабақта ә дыбысы мен әрпімен танысқанбыз. Ә дыбысының жіңішке дауысты дыбыс екенін білдік. Ол сөздің басында, ортасында кездеседі. Әке, әтеш сөздерінде ә дыбысы сөздің басында тұр. Ал дәптер, сәбіз сөздерінде сөздің ортасында тұр екен. Ә дегенім әткеншек, қызық бірге тепсек. Ә дыбысына байланысты тіл тарту жаттығуын жаттап алайық. Енді балалар, мына өлеңді мұқият тыңдаңдар. Ақ киімді денелі, ақ сақалды, соқыр мылқау танымас тірі жанды. Үсті басы аққырау, түсі суық, басқан жері сықырлап келіп қалды. Өлеңде не туралы айтылған? Қай мезгіл суреттелген? Қыста ауа райы қандай болады? Осы сұрақтарға жауап берейік балалар. Енді балалар, ребус шешіп алайық. Бірінші суреттен нені көріп тұрмыз балалар? Дұрыс айтасыңдар, әтешті көріп тұрмыз. Ал екінші суретте көжекті көріп тұрмыз. Әтеш деген сөздің соңғы 3 әрпін алып тастау керек. Ал көжек деген сөздің алдыңғы 2 әрпін және соңғы 1 әрпін алып тастауымыз керек. Әне ребусты шешіп көрейік. Әтеш деген соңғы 3 әрпін алып тастасақ, әрпі қалады. Көжек дегеннің алдыңғы 2 әрпін, соңғы әрпін сызсақ, же деген әріптер қалады. Қандай сөз шықты балалар? Дұрыс айтасыңдар. Әже деген сөз шықты. Ендеше балалар, мына әже туралы өлеңді жатқа айтайық. Әжем менің әлі де ұқсамайды кәріге. Шай қайнатып береді, қажет болса бәріне. Өлеңді мәнерлеп айтуға тырыс. Дәптермен жұмыс. Балалар, суретте кімдерді көріп тұрмыз? Кәне атайықшы. Әке, дәрігер, сәбіз, кәмпитті көріп тұрмыз. Бұл сөздердің бәрінде қандай әріп бар? Әрпі бар екен. Ендеше балалар, осы сөздерді қатыстырып, сөйлем құрастырып жазамыз. Сөйлем жазуда балалар, сөйлемді бас әріппен жазып, сөйлем соңына тиісті тыныс белгісін қоюды ұмытпаңдар. Сәт балалар.